Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Жаңартылған оқу бағдарламасының негізгі мектептегі көркем еңбек пәні бойынша түсіріліп жатқан бейне презентациялардың жалғасын ұсынамыз. Бастауыш сыныптардағы орта білім берудің мазмұнының жаңартылуының аясында бейнелеу өнері және технология пәндерінен кіріктірілген көркем еңбек жаңа пәні енгізілуде. Пәннің оқу мақсаты: түрлі шығармашылық іс-әрекеттерде көркемдік технологиялық білімді, біліктілік және дағдыларды қалыптастыру, бейнелі ойлау, өнерпаздық қиял, көркемдік жобалық конструкторлық қабілетті қалыптастыру, тұлғалық, рухани адамгершілік мәдениетті дамыту. Негізгі мектептегі көркем еңбек пәнінің мазмұны сыныптағы оқушылардың санына қарамастан қыздар және ұлдар болып топқа бөлу қарастырылады. Көркем еңбек пәні бойынша оқу жүктемесі төмендегідей: 5-6 сыныптарда аптасына 2 сағат, 7, 8, 9 сыныптарда аптасына 1 сағат. Оқу бағдарламасының тараулары. Оқу бағдарламасының мазмұны оқу материалдарын 5 ортақ білім берудің тармақтарын оқытуды қарастырады. Визуалды өнер, сәндік қолданбалы өнер, дизайн және технология, үй мәдениеті, тамақтану мәдениеті. Визуалды өнер тарауы. Визуалды өнер тарауының мазмұны ұлдар мен қыздарға арналған ортақ тақырыптардан құрылған. Тарауда оқушылар классикалық және заманауи өнермен, қазақстандық суретшілердің шығармашылығымен, цифрлық өнермен, фотография, анимация және медиа тәсілдермен танысса, көркемдік материалдармен жұмыс істеудің практикалық дағдыларын меңгеріп, бірегей шығармашылық жұмыстарды жасайды. Сәндік қолданбалы өнер тарауы. Сәндік қолданбалы өнер тарауының аясында оқушылар сәндік қолданбалы өнердің негізгі пішіндері мен ерекшеліктерін, Қазақстанның және өзге халықтардың қолданбалы өнерін зерттеп, бірегей бұйымдарды орындайды. Дизайн және технология тарауы. Дизайн және технология тарауының мазмұны ұлдар үшін конструкциялық материалдарды зерттеуге, материалдарды өңдеуге арналған құрал мен жабдықтарды меңгеруге, сонымен қатар түрлі материалдардан бұйымдарды жасау мен дизайн құрастыруға негізделген. Аталмыш тараудың мазмұнының қыздарға арналған бөлігінде негізгі тоқыма материалдарын зерттеуге, тоқыма материалдарын өңдеуге арналған құрал жабдықтарды, өңдеудің технологиясын қарастыруға және тоқыма материалдардан бұйымдарды құрастыру мен жасауға бағытталған. Үй мәдениеті тарауы. Үй мәдениеті тарауының ұлдарға арналған бөлігі тұрғын үйдің экологиясын, өсімдік шаруашылығын, декоративті гүл өсірушілікті, ландшафттық дизайнды, электротехникалық және тұрмыстық жөндеу жұмыстарын, интерьерді жоспарлау және ұйымдастыруды қарастырады. Қыздарға арналған бұл тарауда жеке бас гигиенасын сақтау, өсімдік шаруашылығы, декоративті гүл өсірушілік, интерьерді әсемдеудің практикалық жұмыстары мен киімді сақтау және күтуді оқытуды қарастырады. Тамақтану мәдениеті тарауы. Тамақтану мәдениеті тарауында салауатты тамақтанудың негіздерін, үстел үстіндегі мәдениетпен ыдыс даярлауды, әлем халықтарының асханасының ерекшеліктерін және тамақты дайындаудың технологиясын меңгеруді қарастырады. Тараудың кейбір тақырыптары ұлдар мен қыздарға ортақ. Оқу мақсаттарының жүйесі. Жаңартылған оқу бағдарламасының бірден-бір ерекшелігі пәннің оқыту мазмұнын анықтап, оқу мақсаттары ретінде көрсетілген тұжырымдалған күтілетін нәтиже. Көркем еңбек пәнінің оқу мақсаттары 3 тарауға негізделген. Бірінші тарау зерттеу және идеяларды дамыту, зерттеу дағдыларын және шығармашылық қиялдарын дамытуға бағытталған.
Екінші тарау шығармашылық жұмысты жасау және дайындау, түрлі материалдар мен жұмыс істеу және практикалық дағдыларын дамытуға арналған. Үшінші тарау презентация, талдау және бағалау, коммуникативті дағдылар мен академиялық тілді дамытуға бағытталған. Жобалық зерттеушілік жұмыс. Пәннің мазмұны және оқу бағдарламасының оқу мақсаттары жобалық зерттеушілік жұмыс арқылы іске асады. 1.90-да бірінші тарау оқытылады. Сәйкесінше 90 бойынша бір жоба орындалады. Көркем еңбек пәнінің жобаларының мазмұны зерттеу, мәліметті жинақтау, жоспарлау, іске асыру және жобалау, таныстырылым және жобаның нәтижелерін ұжымдық талдауды қарастырады. Сәйкесінше бір жобаның аясында барлық 3 тараудың оқу мақсаттары іске асады. Оқу мақсаты және іс-әрекет түрлері. Оқу бағдарламасының оқу мақсаттары белгілі бір тақырыпқа байланысты емес етіп құрастырылып, түрлі тарау мен тақырыптар оқу барысында іске асалады. Мысалы, 6 сынып оқу мақсаты шығармашылық идеяларын іске асыру үшін нобайлар, техникалық суреттер мен сызбалар орындау. Аталмыш оқу мақсатын іске асыру үшін 6 сыныптың оқушылары дизайн және технология ұлдарға арналған тарауында роботтың макетіне арналған эскиз ойластырады. Сәндік қолданбалы өнер тарауында жіңішке металл немесе сымнан жасайтын зергерлік бұйымның эскизін жасайды. Тақырып және іс-әрекет түрлері. Көркем еңбек пәні бағдарламасының ерекшелігі педагогтар мен оқушыларға тарау немесе тақырып аясында оқу іс-әрекет түрлерін қалаулары бойынша таңдау жасай алуында. Сәйкесінше бір тақырып немесе тарау аясында оқушылар әртүрлі іс-әрекетпен түрлі жұмыстар жасай алады. Мысалы, 6 сыныптың оқушылары портрет жанрын оқып портреттер салады. Оқушылардың жұмысы отбасылық портрет, автопортрет болып бөлінсе, сюжет бойынша тарихи, діни немесе достың портреті, ал орындалу техникасы мен қолданылған материалдарына қарай акварельді графикалық болып ерекшеленеді. Бағдарламаның осы ерекшелігі мұғалімге және оқушыға шығармашылық іс-әрекетін ұйымдастыруда еркіндік береді. Қадірлі әріптестер, жаңартылған орта білім беру жүйесінің аясында негізгі мектептің көркем еңбек пәнінің оқу бағдарламасының базалық мазмұнын, оқу мақсаттарының жүйесін және кейбір ерекшеліктеріне тоқталдық. Аталмыш ролик жаңартылған оқу мазмұнын енгізуде сіздерге септігін тигізеді деген үміттеміз. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет.